2024 жылғы Біріккен ұлттар ұйымының Азия және Тынық мұхиты экономикалық және әлеуметтік комиссияның бағалауы бойынша Қазақстан 15,7 миллиард доллар инвестиция тартты. Бұл орталық және солтүстік Азия аймағындағы ең жоғары көрсеткіш. Барлық тартылған инвестициялардың 63% Қазақстанға тиесілі. Біздің компанияның негізгі мақсаты инвестициялық жобаларды Қазақстанға орналастыру. 2024 жылы 45 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, жалпы құны 1,3 миллиард долларды құрады. Бұл жобалар аясында 6000-дан астам жаңа жұмыс орны ашылды. 2023 жылы жалпы сомасы 10 миллиард долларды құрайтын 40 жобаның құрылыс жұмыстары басталды. Мысалы, Түркістан облысында Қытайдың Лихуа Групп инвесторының мақта тоқыма кластерінің құрылысы қолға алынды. Қазақстандық фермерлер 60 000 гектар жерге мақта егеді, ал қытайлық компания оны өңдеп, дайын өнім шығарады. Ерекше атап өтетін жоба PepsiCoның 160 миллион долларлық бастамасы. Компания жергілікті ауыл шаруашылығын қолдау мақсатында картоп сатып алып, фермерлерді сапалы тұқыммен қамтамасыз етеді. Өткен жылы 2 миллиард доллардан астам сомасына 5 ірі стратегиялық жоба бойынша инвестициялық келісімдер жасалды. Олардың қатарында Masdar, Orbis, Orhon Medical, Silkway Energy және Shinline секілді компаниялар бар. Orhon Medical заманауи медициналық клиникалар салуды жоспарлап отыр. Бұл клиникаларда онкологиялық ауруларды ерте диагностикалау және емдеу жүргізіледі. 2024 жылы Казахинвест 15 ірі іс-шара ұйымдастырды. Оның ішінде 7-і мемлекет басшысының, 5-і премьер-министрдің қатысуымен өтті. Осы іс-шаралар барысында 42 миллиард доллардан астам сомаға 240-тан астам құжатқа қол қойылды. Ұлттық компания еліміздің басты инвестициялық шарасы КГИР 2024-ті өткізді. Бұл форумда негізгі инвестициялық жобалар таныстырылып, 7 миллиард доллар көлемінде келісімдер жасалды. Біздің компания инвесторларды тартудың жаңа таргеттік тәсілін енгізді. Біз 4 перспективалы саланы көмір химиясы, терең астық өңдеу, мұнай химиясы және мұнай-газ жабдықтарды өндіру таңдап, осы салалардағы жетекші компаниялармен келіссөздерді бастады. Нәтижесінде 4 компаниямен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру туралы келісім жасалды. Өткен жылы ірі халықаралық трансұлттық компаниялармен 30 жаңа жобаны жүзеге асыру туралы келісімге қол жеткізді. Мысалы, UBM Group 4 зауыт салуды жоспарлап отыр. Компаниялар премикстер мен құрама жем өндіреді. Бұл компоненттер мал шаруашылығы үшін үлкен маңызға ие. Қазақстанға инвестиция тарту процесін жеделдету және жеңілдету мақсатында ұлттық цифрлық инвестициялық платформа іске қосылды. Бұл жүйе инвесторлар мен мемлекеттік органдардың тиімді әрі ашық жұмыс істеуіне көмектеседі. 2024 жылы жаңа форматтағы инвестициялық штабтың 31 отырысы өтті. Онда жалпы құны 50 миллиард доллар болатын 115 мәселе қаралды. Біз бас прокуратурамен тығыз байланыс орнаттық. Орталық және өңірлік деңгейдегі ынтымақтастықтың арқасында 565 инвестордың мәселелері шешілді. Осымен біз тоқтамаймыз. 2025 жылы жаңа инновациялық және сапалы инвестицияларды тарту жұмысын күшейтеміз.